Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгінгі өткізіп жатқан шеберлік классымыздың тақырыбы қазақ тілі сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудың инновациялық тәсілдері. Бұл бізді жасап жатқанымыз оқу әдістемелік кешен 8-ші сыныпқа арналған. Оның авторлары Дельманова Айгүл Ескенаевна, Жаркенова Толқын Керентаевна. Ары қарай басыңыз. Негізгі мақсаттары бұл тақырыбымыздың оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тілдік, коммуникативтік, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, қазақ тілінде қолданатын дағдыларын дамыту, сөйлеу, жазу, оқу және тыңдау қабілеттерін жетілдіру. Міндеттері: әдеби және тілдік білімдерді меңгерту, құндылықтарға негізделген тәрбие беру, оқушылардың сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу дағдыларын қалыптастыру, оқу үрдісінде заманауи технологияларды енгізу. Өзектілігі: қазақ тілі мен әдебиеті арқылы оқушы дамыту, әртүрлі жұмыс формаларын істеу ерекшелігі, жеке тұлғалық даму мен оқу сауаттылығына әсері. Функционалдық сауаттылықты дамыту дегеніміз не? Қысқаша айтып өтіп кетейін, әріптестер, бәрімізде осы заманауи білім бағдарламасына байланысты қолданылатын әдіс тәсілдердің бірі оқушылардың күнделікті өмірде оқу мен еңбек процесінде тиімді әрекет ету үшін қажетті тілдік, коммуникативтік, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін қалыптастырып, түрлі жағдайларда білімді қолдануға үйренетін білім беру процесі. Жұмыс түрлері және оны қолданатын әдіс тәсілдері. Оқылымда біз көбінесе мәнерлеп, іштей оқу, кейіпкерге ену арқылы оқытуды үйретеміз. Тілдік дамыту әдісінде бұл жерде жаңылтпаштарды, тұрақты тіркестерді, дикцияны жетілдіреміз. Сыни тұрғысынан ойлауда бұл жерде жұмбақ, зымыран сұрақтар, ребус арқылы жетілдіріп отырамыз. Танымдық белсенділік бұл жерде әдісінде әдеби үзінділермен жұмыс, жұппен ойлау, оны өз ой пікірін жетілдіру арқылы бөлісеміз. Шығармашылық бұл жерде мәтінді құрастырамыз, мазмұндаймыз, пазлды құрастырамыз. Осындай әдіс тәсілдерді қолданып отырамыз. Коммуникативтік дағды бұл жерде сұхбат, рөлдік, ойындар және тағы басқа әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Тыңдау бұл жерде көбінесе бейне материалдарды өте оқушыларға тиімді, олар жақсы көреді, фильм көрсету арқылы жетілдіріп отыруға болады. Есте сақтау қабілеттерін дамытуға болады. Бағалауда көбінесе графикалық органайзер, мәтінді акцент әдісін және тағы басқа заманауи әдістерді қолданып отырамыз. Қорыта отырып, біз және анализ жасаймыз. Ол салыстырмалы түрде талдаймыз, мәтіннің құрылымын зерттейміз, жоспарлауда сөз картасы мен кесте, кластерді қолданамыз. Қосымша құралдар мен мүмкіндіктер. Ол интерактивті презентациялар, онлайн платформалар, өзіндік ізденіс үшін, мәтінді сыни талдау, рөлдік және жағдаяттық ойындар, онлайн жұптас, бөліс, инсерт, топтастыру әдістері, көркем мәтінді талдау және мәнерлеп оқу, онлайн тесттер мен рефлексия құралдары. Оқушы меңгеруі тиіс. Әдеби терминдер мен тілдік құрылымдарды білу, мәтінді толық түсініп, жан-жақты талдай білу, қазақ тілінде өз ойын еркін дәлелді жеткізу, цифрлік құралдарды тиімді қолдану. Негізі бұл тақырыбымызда күтілетін нәтижелер өте керемет, әріптестер. Бұл жерде оқушылардың тілдік және коммуникативтік дағдыларда дамиды, әдеби мәтінді түсіну және талдау қабілеттері артады,
сыни ойлау мен логикалық пайымдау қабілеттерін жетілдіреді, ақпаратпен жұмыс істеу, сараптау дағдылары қалыптасады, шығармашылық және өзін-өзін бағалау қабілеті дамиды. Мысалы, бұл жерде біз негізі осы әдістемелік кешенде 34 сағатта қымыжы дайындағанбыз. Соның бір сабағының үзіндісін айтып өтіп кетейін. Мысалы, бұл жерде біз тұрақты сөз тіркесін аламыз сабақтың тақырыбы ретінде. Бірінші тапсырма, төбесі көкке жету тіркесі қандай мағынаны білдіреді деген сұрақ болады тапсырмада. Бұл жерде оқушының іс-әрекеті, оқушылар фразеологизм мағынасын өз ойларымен болжайды, мысалы келтіреді. Бұл жерде әрине мұғалімнің де көмегі керек, мұғалім көмектесіп, мадақтап, мақтап отырады. Функционалдық әдісі бұл жерде мағынаны болжау әдісі. Бұл әдісі оқушылардың контекст негізінде сөздер мен сөз тіркестердің мағынасы өз бетіне болжауына мүмкіндік береді. Әсіресе фразеологизмді түсіндіруде өте тиімді. Күтілетін нәтижесі оқушылар контекст арқылы тұрақты тіркестің мағынасын болжайды, оны үйренеді, тілдік түйсігі дамиды. Екінші тапсырма бұл жерде жұптық жұмыс. Әрине бұл жерде жұппен бірігіп жұмыс жасайды. Бұл жерде тұрақты тіркестер мен тура мағынаның сөздерін сәйкестендіру керек. Оқушылар жұппен бірігіп берілген сөз тіркестерінің мағынасын анықтайды, кесте немесе сызық арқылы сәйкестендіреді. Бұл жерде функционалдық әдісі жұппен жұмыс және сәйкестендіру әдісі. Бұл әдісте оқушылар өзара серіктесіп, бір-біріне көмектесіп, ынтымақтастық жұмысы көрініп тұрады, және сәйкестендіру арқылы логикалық және тілдік байланысты орнатуға болады. Күтілетін нәтиже бұл жерде оқушылар тұрақты тіркесті тура мағынада сөздерден ажырата біледі, оны меңгереді, коммуникативтік дағдыларды дамытады. Ары қарай үшінші тапсырма топпен жұмыс. Кешіріңіз, презентация тоқтап шықты. Топпен жұмыс мәтінде тұрақты тіркестерді табу және мағынасын талдау. Бұл жерде оқушының әрекеті әр топ сөйлемдегі тұрақты сөз тіркесін анықтайды, мағынасын түсіндіреді, топ ішінде пікірталас жүргізеді. Пікірталас жүргізгенде бұл жерде және диалог арқылы баланың тілдік сөйлеу қабілеттерін дамыту көрініп тұр. Функционалдық әдісі, топтық пікірталас әдісі, оқушылар шағын топтарға бөлініп, мәтінмен жұмыс жасайды, пікірталас арқылы ортақ шешімге келеді. Күтілетін нәтижесі бұл жерде оқушылар сөз тіркестерін мәтіннен тауып, оның мағынасын дәлелдейді, оны дәлелдеп үйренеді. Шығармашылық және сыни ойлау қабілеттері ары қарай артады. Ең соңында қорыта отырып, сабақта әрине қорытындылап отырғанда бұл жерде тест тапсырмасын береміз оқушыларға. Оқушылардың іс-әрекеті, оқушылар берілген тест сұрақтарына жауап береді, өздерінде кілт болады, сол кілт арқылы өзін-өзін бағалайды. Функционалдық әдісі бұл жерде тест әдісі өзін-өзін бағалау, тест арқылы білімді тексереді және кілтпен салыстырып отырып, оқушылар өзін-өзіне баға беру жағдайы көрініп тұр. Күтілетін нәтиже оқушылар тұрақты тіркестердің мағынасын ажырата біледі, өзін-өзін бағалай біледі, және де бұл жерде әрине тәрбиелік жағынан да көруге болады. Бұл жерде жаңағы айтылып кеткендей, және бір сабақтың үзіндісі көрініп тұр. Бәрін оқымай қойын, бір тапсырманы айтып өтіп кетейін. Бұл жерде буын үндестігін алып жатырмыз. Буын үндестігінде бірінші тапсырмада қызығушылығын оятамыз. Бірыңғай және жіңішке сөздерді топтастыру арқылы бұл жерде оқушылардың сөздері жуан және жіңішке болып екі бағынға бөлініп жазылады. Буын үндестігі туралы алғашқы түсініктері беріледі. Функционалдық әдістері бұл жерде салыстырмалық талдау болады. Бұл әдіс оқушыларға екі немесе одан да көп объектілерді ұғымды салыстырып, олардың ұқсастары
мен айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Олар талдау қабілеттерін және сыни ойлау қабілеттерін дамытады. Күтілетін нәтижелер оқушылар буын үндестігі бойынша сөздерді саралап, тапсырма топтастыру арқылы және жуан және жіңішке сөздерді ажырата біледі. Ары қарай жалғастыра берсек. Мәтінмен жұмыс балалар мысалы бір шығарманы өтіп болғаннан кейін графикалық органайзер қолдануға болады. Біз 6 бұрышты әдісті қолдандық. Осы әдісте балалар шығарманың атын жазады, оқушылар оқыған шығарманың нақты атауын жазады. Шығарманың авторы да шығарманы жазған автордың толық аты жөнін жазады. Шығарманың тақырыбы, мына жерде көтерілген негізгі мәселе немесе оқиға туралы қысқаша жазады. Шығарманың идеясын жазады. Мысалға алатын болсақ, адамгершілікке, адалдыққа тәрбиелеу. Мына жерде 6 бұрыштық әдіс, 8-ші сыныптар бойынша балалар осыны толтырады. Негізгі кейіпкер, тұрақты сөз тіркестер. Мына жерде оқушылардың жұмыстары соны қорғайды. Және әріптестер, бұл жерде айтып кететіні, өте балдарға тиімді әдістердің бірі. Мысал үшін біз Көксерік шығармасын оқыдық. Бұл жерде сұрақтар жазылу арқылы олардың ойлау қабілеттерін дамытып отырып, олар және көздерімен көріп қабілеттерін, есте сақтау қабілеттерін дамытып отырады. Өте тиімді әдіс тәсілдердің бірі деп ойлаймын. Онлайн тест патты қолдануға болады. Мысалы, Мұхтар Әуезовтың Көксерек шығармасын алатын болсақ, балалар мына жерде QR-код арқылы кіріп, сұрақтарға жауап беріп, сканвордты толтырып береді. Әріптестер, осы QR-код арқылы өздеріңізде қолдануыңызға болады. Қазір көріңіздер, ашылады ма? Осы бірнеше сұраққа жауап берулеріңізге болады. Әріптестер, қосыла беріңіздер. Көріңіздер. Бұл да өте тиімді әдіс тәсілдердің бірі деп ойлаймын. Өйткені қазір заманауи білім беру саласында өте балдарға қызықты деп ойлаймын. Ашылды ма, әріптестер? Ашылды. Жарайды. Бір-екі сұрақтарына жауап берулеріңізге болады. Кері байланыс беріп отырсаңыздар, әріптестер. Балаларға өте қызықты. Мына жерде сканворд шешуге қызығушылығын артады. Біз келесі слайдқа көшейік. Мәтінмен жұмыс түрлері. Мына жерде біз сабақта оқушыларға мәтінді береміз, олар QR-код арқылы кіріп, QR-кодтың ішінде бірнеше тапсырмалар бар. 4-5 тапсырманы орындап шығады осындай не платформада. Кері байланысқа біз бірнеше онлайн кері байланыс технологияларды қолданамыз. Мына жерде Mentimeter, Google Forms, Padlet, Canva, Plickers және Everywhere. Мына жерде толық, келесі слайдта толық сипаттамалары бар. Padlet'ті алатын болсақ, мына жерде оқушылардың идеяларын ортақ виртуалды тақтаға орналастыруға болады. Мына жерде Quizzes, онлайн тесттер мен сұрақтар жауап ойындары, Edmodo оқытушы мен оқушылар арасындағы кері байланысты қолдайтын онлайн платформа. Plickers қағаз карточкалар арқылы жауаптарды сканерлеп, нәтижелерді өңдеу. ClassTime оқу барысын
бақылауға және оқушылардан жауап алуға арналған құрал. Мына жерде біз көбінесе осы платформалармен жұмыс істейміз. Мына жерде тест, сауалнамалар, рефлексия сұрақтарын құрастыруға болады. Интерактивті сауалнамалар, дауыс беру және тест сұрақтарын көрсетуге мүмкіндік береді. Өте тиімді әдіс тәсілдердің бірі. Бұл платформалар өте тиімді және тегін. Әріптестер, бұны қолдануға болады. Оқушыларға өте қызықты және Мына жерде сабақта біз Padlet онлайн платформаларын қолдандық. Мына жерде балалар өз ойларын жазады. Әркім өз смартфоны арқылы кіріп, кері байланыс көрсетеді, бізге береді. Әріптестер, бұл біз сабақта жылдың соңында әріптесімізбен бірге мониторинг жасадық, оқушылардың білім сауаттылығын бағаладық. Бұл жерде оқу сауаттылығының сапа кепілі көрініп тұр. Мәтінді түсіну және мазмұндауы қанша пайызға өскені көрініп тұр. Мәнерлеп оқу және көркем сөйлеу дағдылары қалай қалыптасқаны көрініп тұр. Лексикалық, грамматикалық сауаттылығының қаншалықты жетілдірілгені көрініп тұр. Қорыта отырып 5 пайызға өскенін көрдік. Бұл жерде және айтып өтіп кететіні, оқушылардың қазақ тіліне деген қызығушылығын біз көрдік. Өте тиімді, қызықты болды. Қорытынды нәтижелері мен ұсыныстары. Функционалдық сауаттылық деңгейі артты. Оқушылардың оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу дағдылары жүйелі қалыптасты. Мәтінмен жұмыс, рөлдік ойындар мен шығармашылық тапсырмалары арқылы қызығушылықтары артты. Сыни ойлау мен логикалық пайымдауға бейімделген. Тест нәтижелері бойынша білім сапасы 5 пайызға артқаны көрініп тұр. Ұсыныстары әріптесім айтты. Ұсыныстар: осы әдістемелік кешен жас мамандарға өз сабақтарында қолдануға ұсынылады. Әдістемелік кешен басқа сыныптарға да қолдануға болады. Онлайн тесттер мен цифрлық ресурстарды кеңінен енгізу, оқушылармен кері байланысты арттыру, көп тілді оқытуда функционалдық сауаттылыққа бағытталған жүйелі бағдарлама жасау. Ал енді, құрметті әріптестер, қазір осы QR код арқылы сіздер кіріп, бүгінгі конференция туралы сәттілік дөңгелегі арқылы айтып отырасыз. Кері байланыс берсеңіздер, әріптестер, мүмкін QR код арқылы кіре алмасаңыздар, бізге кері байланысты қаншалықты осы біз беріп жатқан әдістемелік кешеніміз сіздерге ұнады ма, қандай ұсыныстар білдіресіздер, айтып өтіп кетсеңіздер. Немесе WordWell платформасы арқылы да өз ұсыныстарыңызды білдіруіңізге болады. Құрметті әріптестер, мен айтып кетейін, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сіздердің енді шеберлік сабақтарыңыз керемет өтіп жатыр. Қаншама жақсы, қаншама жаңа ресурстарды көріп жатырмыз. Қаншама стратегияларды көрсетіп жатсыздар. Өзім ойлаймын, әр мұғалімге бұл сіздердің көрсетіп жатқан дүниелеріңіз жақсы болады деп, керекті болады, керекті зат деп ойлаймын. Осыдан қарасақ, жұмыстарыңыз нәтижелері көрініп тұр. Жаңа диаграмма салып жатсыздар, қаншама сұрақ жауап болып жатыр. Өте пайдалы, өте жақсы деп ойлаймын. Келешекте енді сіздер келешекте де қолданасыздар өздеріңіз, бізге де қолдануға болады екен бұл дүниені. Енді сіздерге осындай ұсыныс, бізге телефонға, енді WhatsApp арқылы ма қазір өз материалдарыңызды лақтырып берсеңіздер, сізге ризалықшылықты білдіреміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Тамаша өтті бүгінгі шеберлік сабағыңыз. Сау болыңыздар. Рахмет, әріптес. Әрине салып жібереміз. Өйткені бір-бірімізге осындайда көмек көрсетіп, білімімізбен бөліскен дұрыс деп ойлаймын.
Қайырлы күн, Қайырлы күн. әріптестер. Мен де бір-екі сөз өз ойымды, пікірімді білдірсем. Бүгінгі көрсетіп жатқан еңбектеріңіз өте керемет болды. Шыны керек, әсіресе онлайн тест болады есімде қалғаны. Баланың тек қана функционалдық сауаттылығы емес, яғни қазір балалар біз жерде альфа деп айтамыз ғой енді. Сонымен қатар біз тек қана жаңағы пән деген қызығушылық емес, сонымен қатар менің ойымша тағы да сыни тұрғысынан ойлауды да, себебі сол қабілетті дамытамыз деп ойлаймын. Себебі бала деген әріптерді орналастыру керек, сөзін дұрыс тауып деген сияқты, икемін келтіру керек деген сияқты өте есте қалған сол бір әдіс болды. Сол жаңағы өзіме түртіп аларлықтай. Сіздерге көп рахмет. Жемісін көре беріңіздер әрі қарай. Керемет болды. Рахмет, әріптес. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін тақырып оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда әртүрлі тиімді тәсілдермен және платформалармен таныстық. Жұмысымызда қолданамыз деген ойдамын, нәтижесін береді. Осы бүгінгі әріптестерге осы іс тәжірибелермен алмасқан, бөліскен үшін көптен көп рахмет. Маған бүгін ұнады, өте қызықты болды, тапсырмалар қызықты, тиімді болды. Сабағымызда міндетті түрде қолданамыз. Көптен рахмет сіздерге. Рахмет, әріптестер. Және ой пікірлеріңізбен бөлісетін әріптестер болса, мархабат. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен де өз пікірімді айтқым келіп тұр. Дұрыс айтасыздар, қазіргі заманда оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру білім жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болғандықтан, сіздер беріп отырған қазір әдістеріңіз өте керемет, пайдалы деп санаймын, және де маңызды деп санаймын. Рахмет сіздерге, әріптестер, сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі әдістемелік кешендеріңіз мұғалімге де, оқушыға да өте тиімді деп ойлаймын. Қолдануға тұрарлық, қызықты, жаңаша, заманауи әдіс тәсілдер қолданыпсыздар. Рахмет, сіздерге аларымыз көп екен. Рахмет сіздерге. Рахмет, әріптестер. Рахмет, әріптестер. Егер сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі трансляциямызды аяқтайық. Кері байланыс білдірткендеріңізге өте көп алғысымыз шексіз. Алтын уақыттарыңызды бөліп қосылып жатқандарыңызға да рахмет. Рахмет, әріптестер. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар.